Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз фетрдан осындай әдемі, жеңіл жасалатын, оңай жасалатын тойбастардың түрін жасап үйренетін боламыз. Бұны көбінесе қыз ұзату тойларына жасасаңыздар болады. Осындай әдемі, ерекше болып шығады. Ол үшін ең алдымен каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізге қажетті заттар: ақ қалың фетр, осындай тоқыма жіп, осындай эскиз, сызғыш, үкі, фатин, кішкене лента, қайшы, ручка, стразы және осындай ою. Міндетті түрде ыстық клей қажет. Ең алдымен мынандай эскиз сызып алу үшін менде дайыны болғасын бастыра салдым. Екі жаны 16 см, ортасындағы ұзындығы 23 см қылып аламыз. Үш бұрыш сызып алып, төменгі жағын дөңгелетіп жіберетін боламыз. Мен дайын эскизбен сызып алдым. Осыны кішкене фатинді қиып алып, ыстық клеймен төменгі жағына жабыстырып алатын боламыз. Ыстық клей қолды күйдіретін болғандықтан сызғыштың көмегімен жабыстырып алатын боламыз. Бұл конфетті салғаннан кейін бетін жауып байлау үшін қажет болады бізге. Осылай конус етіп ыстық клеймен жабыстырып аламыз. Ұзақ ұстаңыздар, өйткені фетр қайта ашылып кетеді. Енді осындай жұмсақ тоқыма жібімізді жиегіне сәукеленің бөріктің жиегі сияқты қылып жабыстыратын боламыз. Негізі андай қымбат мата қолдансаңыздар да болады. Тек мен сіздерге көп жасасаңыздар арзан шығатын түрін көрсетіп жатырмын, қолжетімді бағада. Осындай оюды бастырып, дайындап қиып аламыз. Бұны да өз қалауларыңызша ою салсаңыздар болады. Фоамиранға, жылтырақ золотистый фоамиранға бастырып қиып алатын боламыз. Барлық жанын жабыстырып аламыз. Міне осындай стразалар бар. Маңдайшасына жабыстырамыз. Үлкенін. Қалған майда қызылдарын жиектеріне, оюдың жиектеріне әдемі көріну үшін жабыстыратын боламыз. Бұның түстерін, оюдың түсін, сәукеленің түсін өздеріңіздің қалауларыңызша істеулеріңізге болады. Мен маған ұнаған түстерін көрсетіп жатырмын. Төбесіне кішкене ашық жерден үкіміздің 1-2 талын үзіп алып қадайтын боламыз. Міне сәукелеміз дайын болды. Енді осыған конфет салып көрсетейін. Шамамен менде 5 конфет сиятын сәукеле дайын болды. Лентамен буып байлайтын боламыз. Сәукеле той табағымыз дайын. Осындай әдемі, шағын, ерекше болып көрінеді. Өздеріңіздің қалаған түстеріңізді жасап үйреніп алсаңыздар болады. Назарларыңызға көп рахмет. Егер жұмысым ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.